Әр сөздің шығу тарихы бар ғой. Отбасы қазақ сөзін аспандағы ай теңдес сөзі. Айналайын әуелі ана аузынан шығатын сөз. Адамның тектілігі, ақылы, парасаты, мейірімі отбасының бастауы. Аңсап жеткен тәуелсіз елім үлкен мемлекет болса, отбасы кіші мемлекет. Арғы ата-бабамыз, үлкен әкелеріміз бен әжелеріміз мәңгі өшпес ізгі дәстүрдің өнегесімен бізді баулап келеді. Ұрпақ жалғастығы деген сірә осы шығар. Отбасының өмірлік тәжірибесі, отбасының игі дәстүрлері аса мостан салалы, бала жүректің миласы деп баланың болашағым, әр ата-ананың арманы ұрпағына аманат ету. Отбасының басты қызығы алтын діңгегі бала. Отбасы татулыққа, сыйластыққа, ынтымаққа шақырады. Әрине, әженің үнемі айтып отыратын сөзі өсетін ағаш бүршік жарады, жапырақ жаяды.